Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен картоп туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Картоп алқалар тұқымдасына жататын көп жылдық дақыл. Отаны Оңтүстік Америка. Күні бүгінге дейін осы аймақта табиғи жағдайда өсетін жабайы картоп түрлерін кездестіруге болады. Арамызда мен картоп жей алмаймын, немесе маған картоп жеген ұнамайды дейтіндер бар дегенге сену өте қиын. Өйткені картоптан жасалатын кез келген тағам өте дәмді әрі тез дайындалатын болып келеді. Әсіресе картоптан жасалатын картоп қытырлақтарын тағамдық құндылығының аздығына және зияндылығына қарамастан сүйіп жейтіндердің қатары аз емес. Славян халықтарының екінші нанына айналған бұл ежелгі көкөністі алғаш рет осыдан 12 мың жыл бұрын үнді тайпалары өсірген екен. Картоптың адам ағзасына тигізер пайдасы мен зияны бүгінгі тақырыптың негізгі арқауы болмақ. Картоптың құрамында С, В1, В2, В6, В9, К дәрумендерінің бай көзі, кальций, темір, магний, натрий және фосфор бар. Ал ең басым бөлігін 75%-ға су құрайды. Картоп ең қолжетімді тауарлардың бірі болып табылады. Оны кез келген уақытта сатып алуға болады. Ешқандай арнайы шаралар керек емес, тек құрғақ жерде сақтау керек. Картоптың құрамындағы кальций мен калий біздің ағзамызда ас тұзының зиянды әсерін бейтараптандырады. Өз кезегінде магний жүректі нығайтады. Оның арқасында біз кез келген күйзелісті бастан жақсы өткіземіз. Сондықтан картопты күйзеліске бой беретін адамдардың қолдануына кеңес беріледі. Фосфор біздің тістерімізге және қызыл етке пайдалы әсер етеді. Сондай-ақ өсу процестеріне қатысады. Сондықтан ол жас балаларға өте пайдалы. Темір иммунитеттің нығаюына әсер етіп, нашар көңіл күйді болдырмайды. Картоптың ағзаңызға берер пайдасын біліп алдыңыз деген ойдамыз. Ал картоптың зияны қандай? Әдетте салмақ тастағысы, азғысы келетіндер өзін картоп жеуден шектеп тастайды. Бұл да дұрыс. Картоптың зияндылығы. Оның құрамында көмірсулар мен жасұнықтың көп болуында. Бұлар өз кезегінде адам ағзасында қанттың мөлшерін көбейтіп жібереді. Дұрысы, картоп тағамдарын дұрыс дайындай білуді үйрену керек. Картопты қуырғаннан гөрі қабығымен бірге қайнатып жегеніңіз және қуырылған картоптан аулақ болғаныңыз өзіңіз үшін пайдалы болмақ. Картоптан жасалатын бет терісіне арналған маскалар мен картоптан түрлі дәмді тағамдар жасаудан хабардар боларсыз. Бұдан басқа, картопты үй тұрмысында ем-дом ретінде пайдалануға да болады екен. Кейбір адамдардың табанында қатайған тері, мозоль пайда болып жатады. Әсіресе биік өкше аяқ киімнің ыңғайсыз болуынан пайда болып, оны кетіре алмай әбігерге түсеміз. Мұндайда картоптың көмегіне жүгініңіз. Табанға шикі картоп тарту арқылы ондағы қатайған теріні жұмсартуға болады. Ол үшін алдымен картопты үккіштен өткізу керек. Жарты стакан үгітілген картопқа 1 шай қасық бал қосып араластырады. Осыны дәкеге салып, қатайған теріге жапсыра орайды. Сыртынан шұлық киіп 2 сағаттай жүру керек. Мұндайды күніне 2-3 рет қайталауға болады. Пайдаларыңызға асырып көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.